Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз пончиктерді әзірлеп көретін боламыз. Өте дәмді, барлықтарыңыз әзірлеп дайындап көріңіздер. Алдымен сүтке құмшекер қосып, содан соң оның үстіне дрожж қосып, ұн қосып, жақсылап тұрып араластырып қасықпен. Оның онымен көтерілгенін күтіп, содан соң оның үстіне жұмыртқаларды қосамыз. Араластырамыз. Содан соң оның үстіне ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырамыз. Үстінен ұн қосамыз және де тұз қосып, тағы да араластырамыз. Қасықпен араластырып болған соң, жақсылап тұрып қолмен мұжып қамыр жасаймыз. Міне осындай қамыр шықты. Содан соң қамырымызды жылы жерге салып қойып, осы видеодағыдай көтерілгенге шейін күтеміз. Содан соң оны бөліктерге бөлеміз. Осы видеодағыдай бөліктерге бөліп, сондай домалақ форма жасаймыз. Кейін осындай домалақ формалар жасағаннан соң, ол қамырды жаямыз. Содан соң өзіміз дөңгелек бір затты алып, жаңағы жайылған қамырдың үстінен басып, осындай дөңгелек формаларды аламыз. Содан соң одан кішірек дөңгелек затты алып, оның дәл жаңағы үлкен дөңгелектің ортасынан бөліп, осындай пончиктің формасын жасаймыз. Содан соң оны біз сковородкада осылай жақсылап тұрып пісіреміз. Қызарғанға шейін күтіп, айналдырып, арғы бетінде қызартып қою керек. Дәл осындай темпте қалған қамырларды да жасаймыз. Барлық қамырды осылай істеп болғаннан кейін, біз пончиктің бетіне қоятын шоколадты жасаймыз. Алдымен ыстық сливкеге шоколадты бөліп саламыз. Плитканы бөліп саламыз. Араластырамыз. Түсі осылай қоңырға ауысу керек. Араластырып болған соң осындай қоңыр шоколад шықты. Біздің пончиктеріміз батырып, осындай керемет пончиктер аламыз. Кейін бетін өз фантазиямызға қарай қалағанымызша сәндейміз. Осындай посыпкалермен сәндесек болады. Осымен біздің пончигіміз дайын. Осылай бетін сәндеп болған соң, біздің пончигіміз дайын болады. Осымен біздің пончигіміз дайын. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.